Сәлем, қалдарыңыз қалай? Қазір мен сіздің кез келгеніңізді байытатын 10 әрекет туралы айтқым келіп тұр. Жалпы осы YouTube арнамда көп байлық туралы, ақша туралы көп нәрсе айтамын, және де одан кейін бір кері байланыс алып жатамын да. Мақпал, сен анау атқандай бай емессің, негізі сенен де байлар бар. Негізі сондай миллиардерлар әлемде көп деген секілді да, бірақ та осылай ойламаңыздар. Біреу баймын деп жатса, значит ол әлемдегі номер 1 бай адам деп. Жоқ, олай емес. Адам бай болады қашан оның көңіл күйі тоқ болады, қарны тоқ болады, оның состояниесі тоқ болады, оның өзінің сүйікті жұмысы бар, бақытты сезінеді, қарызы жоқ, және де өзінің бұрынғы өміріне қараған кезде қазір бай болатын болса, өмірінің сапасы өзі армандағандай жақсы болатын болса, ол адам өзін бай сезінеді және де баймын деп айта алады. Яғни байлық деген белгілі бір суммамен өлшенбейді. 1 миллион біреу үшін өте кедей, біреу үшін өте бай адам. Сол себепті мен сіздерге жалпы өзім қалай қарызсыз өмір сүріп жатырмын, қалай мені жаңағыдай жылына кем дегенде 4 рет шетелге шығып жатыр екенмін, қалай осының бәрін өзіме рұқсат етіп жатырмын. Осы туралы және де соған көмектесетін маған ойлармен көп бөліскім келеді. Мүмкін бір адамдарға, мен осы YouTube арнамды былай бастағам, мүмкін бір адамға, мүмкін 100 адамға, мүмкін 10 адамға пайдам тие берсінші. Құр осы жаңағыдай миымдағының бәрін өзім арқылап алып кеткенде не істеймін, лучше бөліспеймін ба деген секілді. Сол себепті қазір сіздерге 10 әрекет туралы айтатын боламын. Ең біріншісі, әрине, байытатын әрекет деген кезде біз обычно инструменттер дейміз. Қандай жұмыс істеймін, қаржынан құтылу үшін нақты не істеймін деген секілді да. Бірақ мен ойлаймын, бәрі мына жерден басталады. Мына жерің қалай ойланады, қолыңнан сондай әрекет жасайсың да, тең болады, қанша ақша табасың. Яғни сен қалай ойланасың, қалай әрекет жасайсың, вот соның теңі сенің нәтижең бүгінгі тауып жатқан ақшаң. Сол себепті ең бірінші бәрін кінәлауды қою. Мысалы, осындай видео жазып жатқан кезде астынан комментарийлер оқимын. Ой, мен күйеуім деген жұмыссыз жатыр үйде, менің енем маған рұқсат бермейді, менің ата-анам мені дұрыс емес оқуға оқытты, айтты, бүйтті. Немесе Қазақстанда негізі ақша жоқ, сен сияқтылар ғана бір нәрсе, байлар байып жатыр, кедейлер кедей болып жатыр. Күйеуім стоматолог десем, вообще біттім. Конечно, стоматологтар деген миллион айлық алады. Сен бай болмағанда кім бай болады? Деген секілді өте көп та. Егер біз үнемі осылай әңгіменің астарынан кір іздеп, лишбі өзімізді кінәлі сезінбеу, лишбі әйтеуір өзімізге тиіп кетпесін. Осы дәл қазір қанша теңге тауып жатырмыз, сода қалып кетейік. Бізге өйткені қауіпсіз ғой, осы дәл қазіргі тұрған тұрысымыз. Сол ойдан кет қалмайықшы, осы ойдың сыртына шығып кетпейік деп өзімізге рұқсат бермейміз. Соның әсерінен елді, ата-ана, күйеу, жат-жұрт, қайын жұрт, бір нәрсе жұрт, бәрін кінәлап жүреміз. Или жанымызда досымызды, көршімізді кінәлай саламыз. Түсіңіздер ғой, кез келген сондай бір, или өзіміз оқып кеткен курс, соның авторын кінәлай саламыз. Бізге өзімізді кінәлау адамның психикасына өте ауыр. Адамның психикасы өзін осылай қорғайды. Тіпті мен айтамын да, бір адамды өлтірді дейікші, енді Құдай сақтасын. Но одан сұрайтын болса, мысалы мен сондай бір бұрындары бір қызық бір видеолар көремін, не үшін көргенін білмеймін. Шизофрениямен ауырады, и одан сұрайды, не үшін өлтірдің десе, ол да себебін айтып отыр да. Түсіңіз ғой, даже сондай ужасный қылмыстардың өзінің себебін айтады да, адамдар өзін ақтау үшін. Сол себепті ең бірінші кезекте байығың келе ма, просто кінәлауды қой. Мейлі кінәлі шығар, бәрі кінәлі дейікші, бірақ өйтіп ойлағаннан бізге пайдалы ма? Мен үнемі ойлаймын да, бір ойды ойлаған кезде, мына ой маған пайдалы ма, или пайдасыз ба? Олай ойлағаннан шынымен мен байи аламын ба, или байытпайтын ой ма? И осы ой маған қатты көмектеседі. Мен үнемі ойды таңдап аламын. Мен осындаймын демеймін, мен қандаймын соны таңдаймын. Мен осылай ойланамын демеймін. Мен қалай ойлануым керек, сол ойды таңдап ала саламын, ештен кетпейді. Ой тегін, сен қандай болуыңды таңдау тегін нәрселерді жасап үйренейік бай болу үшін. Одан кейінгісі, сені қысатын, сені кішірейтетін ойлардың бәрі өтірік екеніне сену. Ондай ойлардың бәрінен бас тарту. Мен осындаймын, мен кішкентаймын, мен әлі қолымнан дым келмейді, мен әлі миллион табамын. Мен де мысалы отырушы едім осы видеоны түсіріп жатқан. Илон Маск бар, Марғұлан Сейсенбай бар, мен не қыламын деп та, мен ютубым кімге керек деп, мен бай емеспін олар сияқты. Бір үйім бар болды деп отырушы едім да, өзіңді өзің құнсыздандыру, өзіңді өзің қайта кішірейту ешқандай да байлық қалып келмейді. Байитын адам менде бар, мен мынаумын, менің қолымнан осы нәрселер келеді, мен осындай адам бола аламын, мен осындай болашаққа сенемін деп, мынау кішкентай істеп өзін деп қыса бермей,
үлкейтіп үйрену керек. Мен осындаймын, және де менің Құдай көп мүмкіндіктер беріп жатыр, и солардың бәрі мен бола аламын. То есть өзіңе просто іштей рұқсат етші, хотя бы тегін нәрсе, бір курс оқымай ақ қой, наставница алмай ақ қой, или білмеймін кредит алып бизнес бастамай ақ қой, ештеңе істемей ақ қой. Главный бірінші кезекте осы әйтеуір рұқсат етші өзіңе, кішкентай бола бермей, мен осымын, мен мақпалмын, менің қолымнан мынандай келеді, мен жеңіл өмір сүремін, мен осындай наставникпін деп рұқсат етші. Я ол кейде дұрыс емес, кері байланыс алып келуі мүмкін саған. Қойшы қандай жеңіл өмір сүрген, осылар қырта береді, өтірік көрсете береді деу мүмкін да, өзіне рұқсат ете алмайтын адамдар. Ал сен рұқсат етші. Өйткені байиды кімдер? Өзіне өзі болуға, өзінен де мықты болуға рұқсат еткендер. Үшінші, по запросу кітап оқыңдар. Яғни запрос бойынша. Кітапты өтірік ана біреу көріп оқып жатыр, и сол бай, мен сол оққан кітапты давай оқиын деп, оны дым түсінбей бастап 10 бетін оқып жауып, одан кейін Инстаграмға бір рет фотосын салып, ол лақтырып жіберу емес. Бұндай кітаптар сені байлыққа алып келмейді. Негізі айтады, сені өзгертетін, сені байытатын бірақ ол бір кітапты табу үшін 10 000 кітап оқуың керек деп. Сол секілді кітапты қордан әшейін оқудың қажеті жоқ. Запрос пайда болды ма, мысалы, бір балалармен қиын болып жатыр ма? Маған мысалы балаларым үшеу, және де олар өсіп келе жатыр. Маған олармен сөйлесу, олар білмеймін, тәрбиелеу әйтеуір күшті қылып, сен тәрбиелегеннен де мықты етіп тәрбиелегім келеді да, білімді қылып, өзін бақытты етіп, көп күшті қылып енді балаларымыз тәрбиелегіміз келеді ғой. Запрос пайда болды менде. Қалай істеймін, как это сделать деген. Мен барып біреуден сұрағанша, мен кітап оқимын. Сұраймын да жарайды. Бірақ кітап оқимын, міндетті түрде, сол запросым бойынша, сол маған қатты көмектеседі. Өйткені бір киноны көре салу, әшейін 2 сағат көрдің, я сондай екен дедім, болды, есіне шығып кетті. Біреуден сұрадың, дұрыс айтасың, мотивация бердің, сен өте күшті адам екенсің дейсің да, ертесіне есіне шығып кетеді. Ал кітап оқитын болсақ, мен бір кітапты өзім мыжып бір ай оқитын адам, мыжып емес, ол нормально оқығаным бір ай. Бір кітапты 3 ай оқитындар бар. Күшті негізі, бір айда 3 оқысаң да, 3 ай оқысаң да, өйткені ойлашы, сен бір запросса, бір күн кино көріп ұмытып кеткен жоқсың, бір күн біреуден сұрап ұмытып кеткен жоқсың, сен бір ай бойы сол туралы оқып жатсың, 3 ай бойы сол туралы оқып жатсың, и ол сені күшті нәтижеге алып келеді. Қайда қарасаң да ақшаны басқаруды үйретіп жатады. Но ақшасы жоқ адамдар несін басқарады? Жоқ болса ақшасы да, ал ақша бар болу үшін сен нені басқаруың керек? Сен уақытыңды басқаруың керек. Себебі бізге негізі бәрімізге әртүрлі ата-ана беріледі, әртүрлі жағдай беріледі. Біреуіміз итак, не деп айтады, алтын қасықпен туамыз, біреуіміз кедей болып туамыз, біреуіміз орташа болып туамыз, біреуіміз ата-анасының бәрі кредитке батып кеткен отбасыда туамыз, біреуіміз жаңағыдай ата-анасы ішетін отбасыда. То есть әрқайсымыздың ситуациямыз әртүрлі. Бірақ біздің бәрімізге берілетін бір ғана күшті құндылық бар, ол уақыт. Уақыт бәрімізге бірдей беріледі, и біз басқарып үйренуіміз керек нәрсе, біздің қауқарымыздағы нәрсе, ол уақыт деп ойлаймын. Осы уақыттан көп нәрсе зависит етеді. Сен уақытыңды басқарып үйренбей, сен ақшаны басқара алмайсың. Сен ештеңені басқара алмайсың. Состояниеңде, ұйқыңда, тамағыңда ештеңе басқара алмайсың. Уақытыңды басқаруың керек. Уақытыңды басқару бойынша мен арнайы осы YouTube-ға видео жазып қойғам. Қарасаңыздар болады осы видеодан соң. Ол жердегі ең басты ой мынау. Значит, сен уақытыңды басқару үшін әр рөліне арналған уақытың болу керек. Кім уақытын дұрыс басқарады, кім уақытын баланста ұстайды. То қатты бұйтқа беріліп кетсең бақытсыз болып кетесің, то қатты жұмысқа беріліп кетсең бақытты боласың. Когда сен барлық нәрсенің ортасын ұстайсың, бәріне бірдей уақыт бөліп бересің, бәрі жақсы болады. 5 балаң бар деп ойлашы, 5-еуінің мысалы біреуіне ғана көп көңіл бөліп, қалғанын 4-еуіне бермесең, өзіңді бақытты сенесің ба? Жоқ. Сен түсініп тұрасың, сен чувство вины болады. Сол секілді әрбір сенің рөлің бір балаң деп есепте, және де әрқайсысына дұрыс уақыт беруің керек. Сол кезде ғана сен шынымен де жетістікке жетесің, бақытты бола отырып. Уақытты басқару, дұрыс басқару, ол да байлыққа алып келетін жол. Басқа біреулер туралы айта беруді тоқтату. Когда сен басқа біреулерді не деп айтады, осуждать ету деп айтады, сыртынан өсек айту, ғайбаттау, мейлі әйтеуір сыртынан бір нәрсе айта беретін болатын болсаң, өзіңнің өміріңді жақсартуға деген уақытыңды соған арнап жатырмын деп ойла. Жаңағыдай саған 24 сағат берілді, оның 10-да ұйықтайсың дейікші, ары қарай 14 сағат қалды, оның тағы бір қаншауында басқа бір обязательствоңды істейсің, и сен жұмысқа арнайтын уақытыңды басқа адамдарға арнаудың қажеті жоқ. Ол деген сөз емес, мысалы, вообще ешкім туралы ештеңе айтпа, ешкіммен араласпа, тек көзін таңертең ашты, все, жұмыс істей бер, ондай емес. Просто басқа адамдарға ресурсыңды жұмса вообще керек емес, вообще керек емес. Даже мен білем адамдарды, вот жанына барсам, ешкім туралы ештеңе айтпаймын дейді, бірақ біраздан кейін қарасаң, біреу туралы бір нәрсе айтып отырады,
И мен сразу осындай не деп айтады, считывать ететін адамын да, түсініп қаламын, что адам маған басқа біреу туралы айтып жатыр, значит мен туралы да айтады деген секілді. Сол себепті просто басқалар туралы білемін, менде де бар, менің өзім әлі күнге дейін біреу туралы бір нәрсе айтқым келіп тұрады, ол деген адами табиғатымызға жазылған. Но осы ойды миыңа тоқып аш, біреуге кетіп жатқан уақытыңды өзіңнің болашақта табатын ақшаң 5 миллионың, 10 миллионың сол. Вот маған қызғанып кетемін, мен басқа адамдар туралы айтайын деп жатқан кезде, блин, осы уақытта ақша табатын уақытым ғой, ақша табатын бір нәрсе істесем ғой, контент жазсам ғой, блог түсірсем ғой лучше деп осыны ойланып кетемін да. Неге мен сол болашақта табатын 5 миллионды осы какой-то біреудің сыртынан әңгіме айтуға жұмсауым керек деп үстіп әйтеуір өзімді не деп айтады, ловить етіп отырамын да, ұстап алып отырамын. Тоқтатайын болды деп өзімді кінәлімін, значит мен басқалардың сыртынан сөз айтамын деп деп кетпеймін да, чувство вины сезініп, просто прекращаю, болды, стоп, мақпал деймін, и өзімді тоқта деймін да, тоқтаттым, все, болды, басқаша тірлігіме кете беремін, яғни өзімді кінәлап деп жатпаймын одан кейін. Одан кейінгі сені байлыққа алып келетін тағы бір нәрсе, риск жасағаннан кейінгі бір непонятный, неизвестный бір уақытты, промежутокты выдерживать ету, еңсере алу. Мысалы сен риск жасадың дейікші, деп бір тәуекел жасадың да, бизнес бастадың дейікші, ат кетпейді ол, атпайды, 1 ай, 2 ай, 3 ай өтеді, атпайды, ештеңке әкелмейді саған. Көбісін естейді, қойшы деп қайтадан жауып тастайды, блогын бастайды, деп бастайды, да міне күшті бол, блогер боламын, мен деген атақты боламын, осы сияқты күшті боламын, мен де көп табамын, бастайды, бір аптадан кейін нәтиже жоқ. Бір айдан кейін нәтиже жоқ, дымы да жоқ. 10 мың теңге әрест таптың, анау деген 10 миллион, 10 миллиард тауып жатыр, сенде оның дымы да жоқ. Ол негізі 8 айда байып кеткен, сен 8 айда дымға жеткен жоқсың. И көбісі осы бір белгісіз бір кезеңді еңсере алмайды. Қауқар жетпейді да осы нәрсеге. Болады сондай бір кез. Мысалы, мен запуск жасайын деп жатсам, блогинг деген курсымның скоро жаңа потогы, мен білмеймін қанша табатынымды. И мен әрекетін жасап жатырмын, әрекетін жасап біткеннен кейін сатылым сразу болмауы мүмкін, одан кейін болуы мүмкін. Бірақ сол сатылым болмай жатқан, бір получаться етпей жатқан кезеңді көтере алмайтын болсам, выдерживать ете алмайтын болсам, ары қарай маған тасбақа да жоқ. Түсініңіздер ғой, риск жасадың ба, жасағаннан кейінгі бір непонятный, әлі нәтиже болмай жатқан кезеңді көтеруің керек, сол кезеңге шыдап беруің керек. Егер шыдамайтын болсаң, ары қарай ештеңке жоқ, ары қарай ешқандай нәтиже жоқ. Вот осы нәрсені мына жерімізге тоже тоқып алу керек. Бұл саған тоқтамауға, құламауға, құласаң да қайтадан тұруға көмектесетін ой. Одан кейінгі сені байлыққа алып баратын тағы бір нәрсе, ол көп ойланбау. Странно шығар, адамдар көп ойлануды, ойлан, болашағың туралы ойлан. Саған ойлану керек десе, мен ойланба дейді. Не үшін? Өйткені құр ойлану дым бермейді, ешқандай ақша да бермейді, атақ та бермейді, ештеңке жоқ. Ойлану емес, анализ жасау керек. Анализге белгілі бір уақыт бөл. Мысалы, айдың соңғы күні менде анализ. Кешегіде айдың 31 күні отырдым да, анализ жасап, келер айға жоспарымды жаздым. Айдың басынан бастап жайлап сол жоспар бойынша контентімді жоспарлап жатырмын. Үйді барып бүгін гардеробымды тазаладым. То есть осылай. Ойлануға арналған уақыт бар. Ойлану деген 24-те деп ойланып жата беру керек емес. Ойланып, идеясы күшті адамдар бар, дым таппайтын. Ештеңке жоқ оларда. Вроде, мен мысалы 3-4 тіл білем ба, ол 15 тіл біледі. Ана жақтың, мына жақтың, бәрін дипломын алған, күшті ойланады. Бұлай бір фильмді қараған кезде естісең, сәле, күшті андай бір саралап тастайды да, но әрекеті жоқ. Өйткені ойлануға өте көп уақыт бөледі. Ойланатын болсақ, мысалы мен осы видеоны жазайыншы деп ойладым да, байлық туралы. Егер мен деп ойланатын болсам, бір апта ойланатын болсам, бірінші күні мен давай жазып тастайын деп ойлаймын да, ерініп қалуым мүмкін да. Екінші күні ойланам, блин, өте ме екен, байлық туралы қойшы жаза берем ба. Үшінші күні ойлаймын, что-то байлық туралы 80% байлық туралы болыпты, менің курсым аты блогинг, мен блогинг сату үшін вообще басқа видео салуым керек, бұл болмайды деп үстіп қуып кетуім мүмкін да. Сол үшін мен өзіме ойлануға ұзақ уақыт бермеймін. Істей берем, айдың соңында или аптаның соңында анализ жасаймын, будет понятно, что не так, нені дұрыс жасадым, нені дұрыс жасамадым. Әрекетті жасамай, біз ненің дұрыс емес екенін білмейміз. Сол үшін максимальный гипотезалар жасаймын, тестировать етемін, яғни контенттің түрлерін көп тестілеймін мысалы. И одан кейін только анализ жасаймын, ойланамын. Яғни көп ойлану бізге көп тұрақтап қалуға әсер етеді. Мысалы, блог бастайын деп, енді мен блогинг деген курстың авторымын, блог бойынша экспертпін, маған көп жазатын адамдар естеді.
контент туралы күшті идеяларым бар, жүргізетін анауым бар, курста оқып алғам, бірақ бастамайды, неге көп ойлана береді мен деген, қалай күшті бастасам екен, қалай бір видео салып ат кетсем екен деп. Сол үшін көп ойланып тоқтатыңыздар. Оның орнына анализге арналған уақыт бөліңіз. Өзіңді мотивациясыз да жұмыс істеп үйрет. Қаламасам да істеймін деген деңгейге жеткізу сенің басты мақсатың болу керек. Мотивация деген нәрсе ол жақсы да, мысалы, мынадай ғой. Әрекетті нан, мотивацияны май деп ойлаңыздаршы. Мотивациямен әрекет ету нанға май жағып жеген сияқты дәмді болады. Но май өзі құр өзі дәмді емес, құр майды жей алмайсың, жүрегің айниды. Түсіңіздер ғой, құр мотивациямен ештеңе істей алмаймыз. Бізге просто әрекет керек. Өзіңді мәжбүрлеу деген деңгейдің бар екенін ұмытып кетпеңіздер. Көп адам мотивацияны жақсы көреді. Мотивациямен бастасам, шабыт болса, күшті. Мақпал ханым, маған мотивация беріңізші, мен бір бизнес бастайын деп жатырмын, блог бастайын деп жатырмын. Вот мен күшті адамға, дамитын адамға айналайын деп жатырмын, маған мотивация беріңізші деп. Но я понимаю, что мотивация ол ешқандай жерге алып келмейді. Бір рет естің ба, бір ютубтан болды, ол саған жетеді. Сонымен істесең істедің, істемесең, значит, саған мотивация керек емес. Саған просто өзіңді сүйреп, мына жермен ұстау керек та. Ары қарай надо заставить. Айтады ғой, кішкентай баланы, мысалы мен қызымды теннисқа алып бардым да, бірінші өзі апаршы деді. Апардым, и уже 3-4 күн бармаймын дейді. Не істеуім керек? Вот бармайды, мен қызым өзінің қалауы деуім керек па? Жоқ. Я просто заставляю. Английскийға бір-екі рет бардым. Бармаймын, мама, қиын маған орысша керек дейді. Или қазақша керек дейді. Мен істеймін ба? Жоқ. Маған ағылшынша керек екенін түсініп тұр. Мен істеймін, заставляю. Мотивация берем оған ары қарай, шетелге апарам, сен ағылшынша үйренсең, әйтеуір спортқа қатысатын болсаң, сен деген күшті, мынандай фигурная боласың, қара деп көрсетем, әдемі қыздарды өйстіп шетелде жүресің, блог жүргізесің деп. И ол соған иланады. Демек, біз өзімізге мотивацияны өзіміз беруіміз керек, шабыттандыруымыз керек, белгілі бір жетістікті көрсетіп, визуализация жасап. Құр мотивация әркімнің аузынан керек емес. Бір-екі рет ютубтан, подкасттан көріп алдым ба, болды, сол жетеді. Не надо постоянно мотивация күтуге. Өзіңді қаламасам да істеймін деген деңгейге жеткіз. Осы ең күшті дағы. Ақша керек деді емес, мен не бере аламын деп ойланып үйренші. Өйткені біз осы ақшаның жолында тек өзім деп кете береміз да. Бірақ та бүйтіп әлемді жайлап былай қарашы, кімдер қатты байып жатыр. Адамдарға беріп жатқандар. Тек алып жатқандар бір жұмысқа кіріп алып, тек ала берсем, премия берсе емес. Не бере аламын мен бұл әлемге деп ойланшы. Мысалы, осында видео жазған кезде, мен деген таңғы 8-де кетіп, кешкі 6-да келем деп жазып жатады. Таңғы 8 пен кешкі 6-ның арасында не істеп жатсың? Қандай жұмыс? Ол жерде әшейін барып келіп бір парақ шығарып жүрсің ба? Сол жұмысыңа өзің-ақ не берсем деп ойланшы, вот сол сенің ақшаңды көбейтетін. Мысалы, бір нәрсе айтайын. Мен де ондай таңғы 8-де кетіп, кешкі 6-да келетін жұмыста істедім. Бірақ та менің айлығым сол үстелде отырғандардыңқы сияқты 120 мың емес, меніңкі 400 мың болды. Даже менің бастығым, сол жерде редакцияның бастығы 180 мың айлық алатын, мен 400 мың алатын. Бір рет мен оны ешкімге айтпайтын, жаңағы істеп жүрмін ғой деп, мен өзімді көп сөзді адам емес, үндемей істеп жүре беремін. Үстелдің басында бастығымыз, вот өздерің сияқты Мақпал 389 мың осы айда алды деген кезде бәрі деп қарады ғой. Не үшін? Просто я много отдаю, беріп жатырмын. Әлемге, халыққа арналған емес, мемлекеттік жұмыста істеп жатырмын мен, айлық алып жатырмын, зафиксированный. Просто менің көтерді, ненің арқасында өзім сұрандым. Давайте мен осындай мақалаларды артық жазайын деп, суббота воскресенье қосымша істедім, көбірек бердім, көбірек жұмыс істедім. Басқалары әңгімен жіберіп, уақыт өтсін осы кешкі 6-ға дейін деп отырған кезде көп материал жаздым. Білмеймін, бір айда 150 материал деген журналист үшін өте көп екенін түсінетін шығарсыздар. Мен соны жасадым. Сөйтіп, қосымша ақша алатын бастығымнан. И осындай өте пысық адамға айналдым да. Түсіңіздер ғой, мен алам, ақша керек емес. Ақша ненің соңында келеді? Сен біреуге көмек берсең, бастығыңа, руководитель, директорыңа, или сен мысалы блог жүргізіп жатсың ба? Ақша табам, не сатсам емес, не берсем деп ойлашы. Не берсем. Мысалы осы видеоны бастар кезде ешкім ақша төлемейді маған осыны естіп отырған үшін. Или ютубта мысалы менің каналыма көп ақша алып келмейді, азақ ақша алып келеді. Но бірақ мен всегда не берсем деп ойланамын. Түсінемін, что не берсем деп ойланатын болсам, анағұрлым бай боламын. Білмеймін қалай, бірақ мен бай боламын точно. Түсіңіздер ғой, не берсем деп ойлауды үйреніңіздер. Себебі ең бай адамдардың барлығы осылай ойланатынына кәміл сенемін, өйткені шынымен де көп нәрсе беріп жатыр. Тегін ақ. Және де осы не берсем деген жерден шығады блог жүргізу. Үнемі осы байлық туралы видеоларыма блог жүргізуді қоса айтамын. Мен
былай анадай блогинг деген курсым бар, соны сату үшін ғана айтып жатқан жоқпын. Мен бар ғой, көршімді кездестірем ба, есік алды сыпырып жүрген адам кездестірем ба, или ана жерде бір туысқан жешемді кездестірем ба, бәріне не айтам? Блог жүргіз деп айтам. Өйткені ол 5 жыл бұрын менің өмірімді осы блог жүргізу деген қатты өзгертті. Менің ғана емес, менің 55-тегі мамам бар, ол блогын жүргізеді. Менің сіңілім бар, студент кезінен бірінші курсқа ақылы түсті, жылап, мысалы оқуға түсе алмай қалдым деп бірінші курсқа түскен кезінен блогын жүргізіп бердім да. Давай жүргіз, бір жолдарын көрсетіп, сөйтіп олардың барлығы ақшаға ілінді. Сол үшін кез келген адам бұл әлемде блогын жүргізетін болса, табысқа шығады. Осыдан кейін ойлауыңыз мүмкін, Мақпал, сонда Қазақстанда бәрі блог жүргізетін болса, кім қара жұмысты істейді деп? Дубайда қара жұмыстың бәрін кім істеп жатыр? Шетелден келгендер. Білмеймін, может, дұрыс емес деп сөгіп тастайтын шығарсыңдар. Бірақ мен ойлаймын да, бір нәрсені біреу айтып жатса, тек астынан кірді, дұрыс емес жерін іздегенше, реально вникать етіп көру керек шығар деп. Реально ғой, блог жүргізсем, басқа істейтін адам табылады ғой деп та. Бұл видеоны и так миллион адам, 20 миллион Қазақстан бәрі көрмейді. 10 мың адам көрер, 100 мың адам көрер. И вот сіз блогыңызды жүргізіп көріңізші. Бастапқыдағы просто так. Ары қарай уже просто так бастағаннан кейін ізденіп бастайсың. Мені қарайсың, басқа біреуді қарайсың, не айтады, ақша табу үшін не істеуім керек деп ізденіп бастайсың. Басынан бастап қалай ақша тапсам деп ойланбай қой, просто баста. Өйткені блогын жүргізген адам, не то что сен әшейін блогын жүргізіп просмотр жинайсың, сен адам ретінде өзгересің. Мысалы, мен алдарыңызда сөйлеп отырмын. Сөйлеп туған жоқпын, или мен осындай журналист болғаным үшін сөйлеп отқан жоқпын, себебі мен газетте, сайтта журналист болғам, сөйлейтін жерде емес, экранның алдында сөйлеп, деп үйренбегенмін ол нәрсеге. 4 жыл оқыдым, қарапайым, кәдімгі мұғалімдер беретін бір ондай бір журналист болып кетеді. Журналист деген тәжірибемен келеді. То есть түсініңіздер ғой. Сол үшін блог жүргізетін адам тек қана ақшалай ғана емес, ойың өзгереді ғой. Сен блог жүргізетін болсаң, мен бүгін қандай өмір сүрдім, мен адамдарға не бере аламын, бүгін қандай сторис салсам екен дегеннің арқасында бүгін не өмір сүрдім деген ой шығады. А сен қарапайым адам блог жүргізбейтін. Не өмір сүрдім, менің өмірімнің артықшылықтары, мен нем бар, мен не бере аламын деп сұрай ма өзінен? Жоқ. Қойшы деп ойлайды. Тіршілік қой, әйтеуір жүре берейін деп. Түсініңіздер ғой, блог жүргізу сені колоссально өзгерте алады. Өте үлкен трансформацияға, сен күтпеген жерге алып келеді. Мен блог бастаған кезде миллионер боламын, Астанадан бизнес класстан квартираны ешқандай кредит аламын деп ойладым ба? Жоқ, ойлаған жоқпын. Реально ойлаған жоқпын. Мен 21 мың теңгенің раскладной стол бар ғой. Сондай арманым болды. Өйткені таргет істейтін, маған ноутбугым қоятын жер керек болды. 2 бөлмелі үй, спальня, біреуінде кухня. И орын болған жоқ та, маған сондай жиналатын стол керек болды. Получается, мен мотивациям 21 мың теңге болған. И содан бастап қазіргі күнге дейін блогым кәдімгі мені асырап отқан менің табыс көзім. Сол себепті осылай блогын табыс көзіне айналдырып, оны оңай, жеңіл, дұрыс құндылықтармен табыс алып келетіндей етіп жүргізгілеріңіз келсе, жақында менің блогинг деген курсымның келесі потогі басталады. Ол туралы толығырақ білу үшін мына төменде анкета қалдырып кетемін. Сонда өздеріңіздің номерларыңызды, нишаларыңызды жазып кетіңіздер, толтырып сіздермен менеджер байланысатын болады. Және де Instagram парақшама жазылып кетіңіздер. Ол жақта мен толығырақ блог жүргізу туралы өте көп, енді байлық туралы, ақша туралы, жалпы дамимын, бір нәрсе бастаймын, өсемін деп жүрген адамдарға менің блогым өте таптырмас құрал. Осы Instagram болсын, YouTube болсын, сол себепті тіркеліп кетіңіздер. Ал осы видеодан бір өздеріңізге мықты жаңағыдай инсайт, ой түйген болсаңыздар, міндетті түрде кері байланыстарыңыз қалдырып кетіңіздер. Барлық кері байланысты оқимын, мен үшін маңызды, себебі мен жаңадан бастаған адам ретінде жаңағыдай осы ютубымды түзеу үшін, яғни қосымша ой, идея алу үшін сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Всем пока-пока.